Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта Code Forces Round 943 diff 3 контестінің есептерін бір есебін шығарайық. А есебі максимизировать деген есеп екен. Бізге бір бүтін сан беріледі. X деген бүтін сан беріледі. Және бір кез келген Y санын табу қажет екен. Ол да натурал сан. Бірден басталады, бірақ X-тен кіші болады екен. Сондай болу керек. Олардың екеуінің ең үлкен ортақ бөлгішін тапқан кезде, GCD-сін және оған Y-ті қосқан кезде мүмкін болатын ең үлкен сан шығу қажет екен. Және бірнеше шешімдер болатын болса, кез келгенін шығаруға болады екен. Мысалға, 6 мен 4-тің GCD-сі 2 болады. 6-да 4-те екеуде 2-ге бөлінеді екен. Бірге де бөлінеді, бірақ ең үлкені 2 болады. Мына жер бастапқыда бізге тесттер, сұраулар саны беріледі, соларды оқып алуымыз қажет. Сұраулар саны оқып аламыз. Тең int input сандар беріледі. Сосын for I in range да X деген сан беріледі екен. Енді принтке нені шығарамыз, соны ойлап алайық. Бізге қандай да бір X деген сан беріледі. Ол санмен оның GCD-сін анықтау қажет. Мысалға, 10 дейік, X-тен 10 болсын. GCD 10 мен 1 алайық. 1-дің өзі болады. Оған 1-ді қоссақ, 2 болады екен. GCD деген жақшамен жазсам да болады. 10 мен 2 болады. 2-ні қоссам 4 болады екен. 10 мен 3 1 болады. Оған 3-ті қоссам 4 болады екен. 10 мен 4 болсын 2 болады. Оған 4-ті қоссам 6 болады екен. 10 мен 5 болсын 5 болады. Оған 5-ті қоссам 10 болады екен. 10 мен 6 болсын 2 болады. Оған 6-ны қоссам 8 болады екен. 10 мен 7 болсын 1 болады. GCD 1-ге 7-ні қоссам, ол да 8 болады. 10 мен 8 болсын GCD 2 болады. 2-ге 8-ді қоссам 10 болады екен. 10 мен 9 болсын енді 1 болады. Оған 9-ді қоссам 10 болады екен. Ең үлкен мән мына жерде 10. 10-ның жартысы болып жатыр мына жерде. Мына жерде 8 болды. 10-нан 2 кіші. Ал мына жерде 10-нан 1 кіші. Тағы бір санды алып көрейік. Мысалға, X-тен мысалға 7 болсын дейік. 7 болсын. GCD 7 мен 1. 1-дің өзі болады. Оған 1-ді қосамыз, 2 болады. 7 мен 2 болсын 1 болады. Мына жайсан ғой, барлығында 1 бола береді. 1 қосылған 2 3 1 қосылған 3 4 1 қосылған 4 5 болады. 1 қосылған 5 6 болады. 1 қосылған 6 7 болады екен. Сонда ең үлкені мына 7-ның өзі болып тұр. Мына жерде ең үлкені 10-ның өзі болып тұр. Ол қандай жағдайда? Y-тен X минус 1 болған жағдайда орындалады екен. Санның GCD-сі сонда GCD X, Y. Мына жерде Y X-тен кіші болғандықтан ең үлкен мәні бола алады екен. X бөлінген 2 бола алады екен. Ең үлкен мәні мына жерді қарайық. 5 бола алады екен. Ең үлкен мән. Оған тағы да Y-ті қосу қажет. Y-ті қосқан кезде Y-тің өзі
x'ten kişi болады. Оған тағы да бұлай болу үшін мына y-тің өзі де x бөлінген 2 болады екен. Оны қосып жіберсек, сонда x-тің өзі келіп шығады. Енді одан үлкен бола алмайтын дәлелдедік. GCD егер мына y x-тен кіші болатын болса, ол екеуінің GCD-сі x-тен үлкен бола алмайтын дәлелдедік. X ке тең болатын болса, ең үлкен мәні қажет бізге. X ке тең болатын болса, онда мынаны ала салайық, барлығына ортақ болады сонда. Y тең x минус 1 деп ала салайық. X минус 1. Осы шешімді жіберіп көреміз. Полное решение дейді. Мына есеп шықты. Сау болыңыздар.